Кәсіп болмай нәсіп болмас демекші, мемлекеттің қолдауын тиімді пайдаланып, ісі оңға басқан кәсіпкерлер қатары уақыт өткен сайын көбеюде. Солардың бірі Жандос Исаев былтыр мемлекеттен 2,5 миллион теңге қайтарымсыз грантпен жеке қаражат есебінен феробетон өндіру цехын ашты. Бұл цехта 8 адам еңбек етеді. Жандос Исаевтың айтуынша, өндірілген өнімнің сапасы халықтың көңілінен шығып, тапсырыс берушілер қатары артқан. Алдағы уақытта өндіріс орнын кеңейтіп, қосымша құрылысқа қажетті өнімдерді өндіру жоспарда бар дейді. Осы жобаны бастағанымызға 3 жыл көлемі уақыт болды. Үкіметтен 2,5 миллион теңге қаржы алдым. Осы істі бастауыма өте көп көмегін тигізді. Алдағы уақытта Құдай қаласа үлкен кеңейтетін ойымыз бар. Соған жер дайындап жатырмық. Құдай қаласа күніге 100 квадраттай шығаратындай мүмкіндік жасау керек болып отыр. Кәсібін енді бастап жатқан жастарға не айтасыз? Кәсібін енді бастап жатқан жастарға айтарым, еш нәрседен қорықпасын. Ойлағандарын тек нақты толық меңгеріп, жан-жақты қарастырып, нақты шешімге келсе, кез келген істі бастауға, кез келген жұмысты қорықпай бастаса, аяғына дейін жетуге болады.